ертегілері. Мың жылқы. Осыдан көп жыл ілгеріде бір үлкен жер сілкінісі алдында іле маңындағы Сарытоғым даласында көшіп жүрген қазақ ауылдарының бірі көктемде малын айдап таудағы жайлауға көшкен екен. Көшіп жүріп Доланасай шатқалына тоқтапты. Ауыл шатқал ішіне кең жайлы қоныпты. Күнәрсіз даладан келген мал таудың нәрлі шүйгін шөбіне отырып тез қомданыпты. Бірақ мамыр айында күн ысып, мал бөгелек пен шыбын шіркейден ығыр бола бастайды. Әсіресе жылқыларға қиын тиген көрінеді. Оларға жәндіктер не күндіз, не түнде маза бермейді. Сонда аттарын азаптан құтқару үшін қожайындары оларды тау ішіне тереңдете жайып жібермекке шешім қабылдайды. Ашық күндердің бірінде ауылдың бір бөлігі 1000 шақты жылқысын айдап аңғармен жоғары өрлеп кетеді. Жол жаман болады. Аттар тастар арасындағы әрең байқалатын соқпақпен әрең-әрең қинала жүріп келе жатады. Қиындықтарға қарамастан үйір-үйір жылқыларын алдарына салған адамдар аман-есен шалғынды көкорайға жетеді. Олар жайылымға мұздақтардың тап іргесінен аптаптан бөгелек пен шыбын шіркейден қорғалған тамаша орын таңдап алады. Ауыл кең жазираға қоныстанады. Жылқы шүйгін шөпте рахаттана жайылады. Жануарларды не бөгелек, не шыбын шіркей мазаламайды. Бірде таңертең ауыл адамдары аяқтарының астындағы жердің тербеле бастағанын сезеді. Жер асты гуілі естіледі. Тау шыңдарынан тастар ұшып түсе бастайды. Ауылдың есі шығады. Балалар жылайды. Әйелдер дауыс салады. Иттер ұлиды. Жер шайқалып қоя береді. Үздіксіз гуіл үрейді алады. Аттар кісінеп, ұшқан тастардан құтылмаққа аңғар ішімен шапқылап жүгіреді. Әйелдер мен балалар қорғанбаққа жақын маңдағы жартас астына ұмтылады. Екі бақташы аттарды қақпайлап, аңғардың жоғарғы жағына қарай қуалай бастайды. Онда таулар салыстырмалы түрде аласарақ болатын. Бірақ жылқы топтала берген кезде тақау тұрған таудың бір бөлігі төмен қарай құлап түседі. Аса зор таудай тас ауада бөлшектене жарылып, аңғарға ұшып түсті де 1000 қаралы жылқы мен бір бақташыны көмді де тастады. Екінші бақташыны адамдар балшық пен ұсақ тастарға жартылай көміліп жатқан жерден тауып алады. Содан бері Медеу аңғарының жоғарғы жағындағы Алатау мұздақтарының тура жанындағы бұл шатқалды 1000 жылқы деп атап кеткен. Яғни ол 1000 ат опат болған орын дегенді білдіреді.